Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мен Өнеркәсіп және Құрылыс министрлігінің қызметкерлері арасында армрестлинг, үстел теннисі, арқан тарту, волейбол және футболдан спартакиада бастауын алды. Ашылу салтанатында сөз алған көлік саласына жауапты министр Марат Қарабаев дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін аталған іс-шараның маңызы зор екенін атап өтті. Ведомство басшысы салауатты өмір салтын сақтауға шақырып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Баршаңызға ең алдымен үлкен рахметімді, алғысымды айтқым келеді. Кешеден бері үлкен сайысқа, жарысқа қатысып отырсыздар. Жалпы бұқаралық әмбебап спортты дамыту ол елдің, халықтың ең алдында тұрған мақсаттарының бірі. Ал бүгінгі іс-шара екі министрлік арасында арнайы ұйымдастырылып отырған іс-шараның мақсаты біреу ғана. Ол сізді осы екі ұжымды, оның қарым-қатынасын нығайту және екі ұжымның бірлігін қамтамасыз ету. Сондықтан бүгінгі қатысып отырған баршаларыңызға рахметімді, алғысымды айтамын. Осында жанұяларыңызбен, отбасымен келіп отырсыздар. Әрі қарай бір-біріңізбен солай араласыңыздар деп тілек білдіремін. Ал кез келген спортта әрине достық дейміз, бірақ сайыс болған соң жеңіс болу керек. Мен осында қатысып отырған 9 ұжымның баршасына әрбіріңізге жеңіс тілеймін және әркім өз саласында, өз спорт түрінде бірінші болуына тілектеспін. Алдағы уақытта жақсы жеңіс тілеймін. Көлік министрлігі мен Өнеркәсіп және Құрылыс министрлігі қызметкерлерінен жалпы саны 10 команда жасақталған. Тартысты өтіп жатқан спартакиада барысында сонымен бірге ведомство қызметкерлерінің балалары үшін арнайы аниматорлардың қатысуымен іс-шаралар ұйымдастырылып, бүлдіршіндер ерекше көңіл күйге бөленді. Айта кетерлігі, жыл сайын өтетін дәстүрлі спартакиаданың басты мақсаты бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене шынықтыру мен спортты насихаттау. Өйткені спорт денсаулық кепілі, достықтың берік тұтқасы, ал дені сау жастар егемен еліміздің ертеңі. Спартакиада қорытындысы апта соңында шығарылатын болады.